барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен қазақша брайль және де сіздермен бүгін мен YouTube көріп жатқан кезде бір каналдың ішінен осындай бір сервер көріп қалдым, Brawl Stars туралы. Оның аты Nuz Brawl деп аталады, және бүгін мен осыны ойнайтын боламын, және мен бұның алдында кішкене ойнап алдым. Сонда бір ойнап отқан кезде саған 110 кубок беретін болды. Ол деген жаман көп. Сондықтан да мен бүгін сіздерге бір нәрсе көрсеткім келеді. Мен бүгін Battle Royale'дың бәрін сатып алып ашатын боламын. Сол кезде маған не түсетінін көретін боламыз. Мен бұны бұрын істегім келіп еді, бірақ шынында ал кетті енді. Достар, ол өте ұзақ жазылады екен, мен сондықтан да уақыт өткізіп жүрейін. Мінекей достар, мен істеп біттім, 3-4 минутта істедім. Достар, бұны істемей тұрып сіздерге бір нәрсе айтқым келеді. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар және комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздерден өтінем. Достар, сіздерге бір айтқым келеді. Бұл сервердің бір қызық жері, магазинде осы екі ящиктің біреуін ашсаң, ойын шығып кетеді. Қайтадан келген кезде сенде барлық бравлерлер ашық тұрады. Бүгін мен бұны жасамайтын боламын. Өзімше барлық бравлерлерді түсіріп алуға тырысатын боламын. Ал ендеше кеттік, ашатын боламыз. Менде оставшийся ящик деген бар екен, көрейік. Мен бравлерді жетті ойламайым. Жоқ ойлаймын. Достар, және бұл серверді ойнауға болады. Егер де сіздерге қызық болса, тартып алып ойнасаңыздар болады. Өте қызық. Кәдімгі ойын, әлемдегі ойыншылар тартып ойнасаңыздар өте қызық болады. Hoppala, Frank. Hoppala, сразу молодец. Прикиньте, достар, маған тек қана сверхредкий, эпический және мифический түсіріп, бірақ редкий түспейді вообще. Прикиньте.
Ендеше достар, дәл қазір қойыңыз. Не аламыз? Түсінбедім. Не болсын? Пранкты? Неге алмайды? Вообще жоқ. Алып қойдым. Қой, басып отырмын. Достар, бүгін сіздермен болғанымен қазақша бір келесі видеода осы видеоның жалғасын түсіретін боламын. Барлықтарыңыз сау болыңыз. Каналға лайк басыңыздар. Барлықтарыңыз сау болыңыздар.